42 бас семіз тайлар сатылады. Еркек ұрқашы аралас. Бағасы 400 мыңнан. Жетеуі ірлеу. Олар 450 мыңнан дейді. Сойып та береміз. Таңдап алса, малға қарап нарқы болады. Бәрін алғанға келісім бар дейді. Иесі. Шымкент қаласы Шұбар елді мекенінде тұр. Байланыс телефоны 8776 784 1777. Тайлар ұнаған болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 07 05. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмайға. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды. Сосын аттың басынан ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап. Пайғамбар сөзінен қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңызда, тай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. 6 жастан бастап. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ додан ішіне кіретін адам аз да.